Мен Айгүл, 22 жастағы қарапайым қыз едім. Бүгін менің өмірімнің ең маңызды күні тойым. Күйеуім Болат 28 жаста, бай, әдемі, іскер адам. Бірақ жүрегім біртүрлі тынышсыз. Той залының бір бұрышында қайын інім Ерлан тұрды. 25 жастағы Ерлан биік бойлы, кең иықты, бұлшық еттері көзге бірден түсетін, Болаттан мүлдем өзгеше ер адам. Оның көздері маған үнемі тігіліп, денемді ыстықтай шолып өтетін. Мен көзімді бұрдым, бірақ ішімде бір түрлі ыстық толқын жүгірді. Алғашқы түн. Болат мені қалай қабылдайды деп ойладым. Бірақ ойымның бір шеті Ерланға ауып тұрды, қонақтар тарап, үйде тек біз ғана қалдық. Болат достарымен соңғы сөз айту үшін сыртқа шықты. 1 сағаттан кейін келеді деді ол. Мен қалыңдық көйлегімді шешіп, жібек ақалат киіп, үлкен жатын бөлмедегі төсекке отырдым. Жүрегім дүрсілдеп, алақаным терледі. Есік тықылдады. Мен күлімсіреп келдің бе деп айттым. Есік ашылды, есіктен Ерлан кірді. Ол қара костюмін әлі киіп тұр, галстугы босатылған. Ағаң әлі келмейді, достармен ішіп отыр. Маған саған қара деп айтты деді, ол күлімсіреп, көздері менің халатымның астына сырғып түсті. Мен шошып, Ерлан, сен шығып кет дедім. Бірақ дауысым дірілдеді. Ол есікті жауып, жақындай бастады. Жеңгей, сен бүгін өте әдемісің. Мен сені тойға дейін қалап жүргенмін деді, дауысы қоюланып, ол менің қолымнан ұстап, өзіне тартты. Ыстық демі бетіме тиді. Мен бұл дұрыс емес деп сыбырладым, бірақ денем қарсылық білдірмеді. Ерлан ернімді қатты, ашқарақ өпті. Тілімді сорды, қолдары арқамды сипат. Халатымның белдеуін шешіп, ішіне қолын енгізді. Ыстық алақаны кеудемді қысып, ұштарын саусақтарымен қысып жіберді. Мен ыңылдап, тіземді бүгдім, Ерлан мені төсекке жатқызды. Халатымды толығымен шешіп тастады. Мен толықтай жалаңаш жаттым. Оның көздері денемді ашқарақ шолып, қандай әдемі деп күрсінді. Саусақтары құрсағымнан төмен түсіп, ең нәзік жеріме жетті. Ол ақырын уқалап, ылғалымды тауып, саусағын ішіме енгізді. Мен арқамды бүгіп, Ерлан тоқта дедім. Бірақ дауысым ләззаттан шықты. Ол еңкейіп, кеудемнің ұшын аузына алды. Тілімен айналдырып сорды. Саусағы ішімде ырғақпен кіріп шықты. Мен төсектің жаймасын қысып ыңылдай бастадым. Денемде бірінші рет мұндай күшті толқын пайда болды. Ерлан тіземді кең ашып, тілімен төмен түсті. Ол менің ең сезімтал жерімді сорғанда, мен айқайлап, алғашқы оргазмды бастан кешірдім. Денем дірілдеп, көзімнен жас шықты, Ерлан киімін шешті. Денесі мүсіндей, ал құралы үлкен әрі қатты тұрды. Мен қорықтым да, қызықтым да. Ол аяқтарымда иығына қойып, баяу енді. Мен ауырсынып, бірақ ләззаттан тістендім. Ол тереңдеп күшті қозғала бастады. Сен бүгін меніксің, жеңгей деп ыңылдады. Әр соққы сайын мен оның атына айқайладым. Біз бірнеше рет позиция ауыстырдық. Ол артымнан кіріп, шашымнан ұстап тартып қатты соқты. Мен оның қолын қысып, екінші, үшінші оргазмды бастан кешірдім. Ақырында ол бүкіл денесімен дірілдеп, ішіме ыстық тұқымын құйды. Біз терге батқан күйде құшақтастық, Ерлан тез киініп кетті. Бірнеше минуттан кейін Болат келді. Мен әлі дымқыл, Ерланның иісімен толы едім. Болат мені өпті, бірақ ештеңе сезбеді. Мен ішімнен қатты кінәлі сезіндім, бірақ денем әлі ләззаттан дірілдеп тұрды. Келесі күні Ерлан үйге қонаққа келді. Болат жұмыста болатын. Асханада ол мені қабырғаға сүйіп тұрып, көйлегімді көтеріп, тез кіріп кетті. Қысқа, бірақ өте қатты және құмар болды. Мен оның мойнына асылып тағы да оргазм алдым. Ерлан мен алғашқы түннен кейін 1 апта өтті. Мен Болатпен күнде жататынмын, бірақ денем Ерланды қалап, түнде онымен жазысқан лас хаттарды оқып, өзімді уқалап жүретін болдым. Жеңгей, бүгін үйде жалғысың ба деп жазды ол. Болат жұмыста еді. Мен иә деп жауап бердім. Ерлан 20 минуттан кейін келді. Есікті жауып, мені бірден қабырғаға итеріп, көйлегімді жыртып шешті. Сені сағындым деп мойнымды сорып, кеудемді қатты қысты. Оның саусақтары тез арада ішіме еніп, ылғалымды тауып, жылдам қозғалды. Мен аяғымды беліне орап, қаттырақ деп ыңылдадым.
Ол мені асхана үстеліне отырғызып, тіземді кең ашты да, өзінің қатты, ыстық құралын бірден тереңге енгізді. Әр соққы сайын үстел дірілдеді. Мен оның арқасын тырнап қатты оргазм алдым. Ол ішіме босап, бұл біздің ойынымыз деді күліп. Болат келгенше біз тағы 2 рет қайталадық. Болаттың өз төсегінде Ерланмен жату ең қауіпті әрі ең қызықты нәрсе еді. Болат сапарға кеткен түні Ерлан түнімен қалды. Біз Болаттың жатын бөлмесіне кірдік. Ерлан мені төсекке лақтырып 4 аяқтап тұрғызды. Артымнан кіріп шашымнан ұстап тартып қатты дұрыс соға бастады. Мұнда ағаң жатады, ал мен сені иемденемін деп ыңылдады. Мен төсектің жастығын тістеп айқайладым. Ол позицияны ауыстырып, мені үстіне отырғызды. Мен оның үстінде жылдам қозғалып кеудесін тырнадым. Түннің ортасына дейін тоқтамадық. Таңға қарай ол мені ваннада тұрып тағы алды, су ағында біздің ыңылдауымыз батып кетті. Мен Ерланға шын ғашық болдым. Оның күші, иісі, мені иемдену тәсілі Болаттан 1000 есе артық еді. Күндіз хат жазысатынбыз, сенің ішіне кіргенімді есіме алсам, қазір қатаят деп жазатын ол. Мен оған суреттер жіберетімін, көйлегімді көтеріп түсірген. Бір күні ол мені машинаға отырғызып қала сыртына апарды. Орман ішінде машинада мені артына қаратып отырғызып терезеге сүйіп тұрып алды. Жел соғып тұрғанда оның қатты соққыларынан мен бірнеше рет дірілдедім. Сол күні мен өзімді оған толықтай бердім. Болат менің өзгергенімді сезе бастады. Сен басқаша болып қалдың деді бір түні. Мен үндемедім. Сол күні Ерлан үйге келді. Болатпен бірге отырғанымызда Ерлан аяғымды үстел астынан сипап, саусағын ішіме тыққыштады. Мен түстендім. Кешке Болат ұйықтаған соң Ерлан маған келді. Ағаң ұйықтап жатқанда сені алу ең тәттісі деді. Ол мені қонақ бөлмеде, диванда, аузымен ләззаттандырып, содан кейін қатты иемденді. Мен оның атына сыбырлап айқайладым. Болат ұзақ сапарға кетті. Ерлан сол түні менімен бірге қалды. Біз шамды өшірмей, толық жалаңаш болдық. Ол мені сағаттап сипады, тілімен бүкіл денемді жалады. Мен оның құралын аузыма алып тереңге дейін сордым. Ол шашымнан ұстап аузымға босатты. Содан кейін ол мені әр түрлі позицияларда миссионер, доги, ковбой, тіпті тұрып бірнеше сағат бойы алды. Таң атқанда біздің төсек дымқыл, тер мен ләззат иісіне толы еді. Мен оған мен сенікімін дедім. 1 айдан кейін мен жүкті болдым. Айлық кешікті. Мен қорықтым. Болат қуанды, біздің баламыз деді. Бірақ мен Ерланға айттым. Ол мені құшақтап, бұл менің балам болады. Сен менікісің деді. Сол түні ол мені өте нәзік, бірақ терең алды. Ішімде баласы барын біле тұрып, ішіме тағы да ыстық тұқымын құйды. Бұл құпия бізді одан әрі байланыстырды, мен Болатқа ажырасу керектігін айттым. Ол шок болды, айқайлады, күмәнданды. Бірақ мен шешімді едім. Ерлан мені қолдады. Ажырасу процесі қиын болды, Болат күдіктенді, бірақ дәлел жоқ еді. Сол кездерде Ерлан мені қонақ үйлерге апарып сағаттап құмарлықпен алатын. Қызғаныш пен құпия біздің құмарлығымызды күшейтті, ажырасу алдындағы соңғы түн. Болаттан ресми түрде кетер алдында Ерланмен кездік. Ол мені қонақ үйдің люкс нөмірінде қарсы алды. Шампан, гүлдер. Бірақ біз бірден төсекке түстік. Ол мені сағат бойы азаптады, тілімен, саусақтарымен, құралымен. Мен оның атына жылап айқайладым. Ол мені барлық жолмен иемденді, артымнан да алды. Енді мәңгі менгісің деп ішіме толық босады. Болаттан ажырасып, Ерланмен бірге тұра бастадым. Біздің үйіміз жаңа болды. Құпиямыз жалғасуда. Жүктіліктің соңғы айларында да Ерлан мені нәзік әрі құмарлықпен қанағаттандыратын. Ол менің ішімдегі баланы сипап, бұл біздің құпиямыздың жемісі дейтін, баламыз дүниеге келді. Ерлан әке болды. Түнде бала ұйықтаған соң, ол мені құшақтап, сенің алғашқы түнің мәңгі менікі болды деді. Біз төсекте тағы да біріктік, баяу, терең, махаббат пен құмарлыққа толы. Денеміз бір-біріне үйреніп ешқашан тоқтамайтындай еді. Алғашқы түннің құпиясы мәңгілікке жалғасты. Баламыз Әлихан дүниеге келгеннен кейін 3 ай өтті. Ерланмен бірге тұратын жаңа үйімізде бәрі өзгергендей болды, бірақ құмарлығымыз сөнбеді.
Бір түні Алихан ұйықтап қалған соң, Ерлан мені ас үйге шақырды. Мен жібек халат киіп тұр едім. Ол артымнан келіп, белімнен құшақтап, мойнымды сорып, сенің денең әлі де менікі деді. Халатымды көтеріп, мені үстелге сүйіп тұрып кіріп кетті. Сүтім толып тұрған кеудемді қысып қатты соқты. Мен ыңылдап, баяурақ, бала оянып қалар дедім. Бірақ ол тоқтамады. Соңында мені тізерлетіп қойып, аузыма босат. Мен бәрін жұтып көздерімен оған қарадым. Ерлан жұмыстан ерте келетін болды. Бір күні Алиханды ұйықтатып қойған соң, ол мені жатын бөлмеге алып кірді. Бүгін сені сағаттап алғым келеді деді. Ол мені толық жалаңаш шешіп, аяқтарымды кең ашып, тілімен сағаттап ләззаттандырды. Тілі ішіме кіріп шығып, клиторымды сорды. Мен 2 рет оргазм алдым. Содан кейін ол мені үстіне отырғызып, тереңге дейін енгізді. Мен оның үстінде жылдам қозғалып, кеудесін тырнадым. Терісі терісіне тиіп, ыстық деміміз араласты. Болат Алиханды көруге келді. Біздің үйде отырғанымызда Ерлан менің аяғымды үстел астынан сипап, саусағын ішіме тықты. Мен тістеніп отырдым. Болат кеткен соң Ерлан мені дәлізде қабырғаға сүйіп, шұғыл түрде алды. Ағаңның алдында сені саусақтау ерекше ләззат деді. Мен қатты оргазм алдым, аяғым дірілдеді. Ерлан мені және баланы теңіз жағасына демалысқа алып барды. Қонақ үйдің люкс нөмірінде баланы бөлек бөлмеге жатқызған соң, біз теңіздің шуына қарап тұрып құшақтастық. Ерлан мені терезеге сүйіп, артымнан кіріп, баяу терең қозғалды. Толқындардың дыбысына қосылып мен айқайладым. Содан кейін ол мені төсекке лақтырып, түнімен әртүрлі позицияларды алды. Таңға дейін тоқтамадық. Ерлан маған жаңа ойындар ұсынды. Бір түні ол менің көзімді байлап, денемді мұз текшелерімен және ыстық маймен сүртті. Саусақтары, тілі, құралы бәрі кезекпен келді. Мен байлаулы күйде бірнеше рет оргазм алдым. Сен менің ойыншығымсың деді ол. Мен оны да аузыма алып тереңге дейін сордым. Ол шашымнан ұстап аузымға босат. Ерлан менің бұрынғы досыммен сөйлесіп тұрғанымды көріп қызғанды. Сол түні ол мені қатты жазалады. Артымнан кіріп, шапалақтап, шашымнан тартып, сен тек меніксің деп ыңылдады. Мен ауырсынып, бірақ ләззаттан жыладым. Соңында ол ішіме және артыма босап, мені толық иемденді. Ерланның ата-анасы келген күні түнде ол мені ваннаға алып кірді. Су ағыны астында тұрып, мені көтеріп алып, қабырғаға сүйіп алды. Мен аузымды жауып, ыңылдадым. Ата-анаңыздың қасында сені алу ең қауіптісі деді ол. Біз дымқыл, ыстық күйде тағы да біріктік. Мен тағы жүкті болдым. Бұл жолы Ерланның екені анық еді. Жүктілік кезінде де ол мені нәзік әрі құмарлықпен қанағаттандырды. Кейде 4 аяқтап тұрып, артымнан баяу алатын. Ішімде менің балам бар кезде сені алу ерекше дейтін. Болат бізді сот арқылы қинады, бірақ Ерлан мені қорғады. Қиын күннің соңында ол мені қонақ үйге алып барып, сағаттап ләззат берді. Мен барлық қайғыны ұмытып, оның құшағында ерідім. Ол мені барлық жолмен алды, алдыңғы, артқы, аузымға. Мен оныкі екенімді тағы да сезіндім. Екінші баламыз да дүниеге келді. Ерлан мен біздің махаббатымыз және құмарлығымыз жыл өткен сайын күшейе түсті. Түнде балалар ұйықтаған соң, біз әлі де алғашқы түн сияқты құшырлана біргеміз. Алғашқы түнің мәңгі менікі болды және болады дейді Ерлан әр жолы. Біздің құпиямыз ешқашан ашылмайды. Бірақ ол мәңгі жалғасады. Мен 3-ші рет жүкті болдым. Ерлан бұған қатты қуанды. Жүктілік кезінде де құмарлығымыз тоқтамады. Кейде ол мені бүйірімнен жатқызып, өте нәзік және терең алатын. Ішімде менің ұрығым өсіп жатқанда сені алу ең күшті сезім дейтін. Бір түні ол мені аузымен ұзақ ләззаттандырып, сүтімді де сорды. Бір күні Болат кенеттен үйге келді, балаларды көруге. Ерлан үйде болатын. Болаттың көзінше Ерлан мені асханада саусақтап қойды. Мен қатты толқып, әрең шыдадым. Болат кеткен соң Ерлан мені сол асханада қабырғаға сүйіп, өте қатты және ашулана соқты. Ол сені ешқашан осылай ала алмайды деп ыңылдады. Ерлан жаңа рөлдік ойындар бастады. Кейде мен қашқан әйел болсам, ол мені ұстап алып зорлайтындай, келісім бойынша қатталатын. Басқа күні мен қызметші болып, оны аузыма алып, толық қызмет ететімін.
Әр ойыннан кейін біз бір-бірімізге одан сайын құмар болатын едік. Үлкен отбасылық демалыста Ерланның туыстарымен бір түні ол мені орманға жақын коттедждің артына алып барды. Жұлдыздардың астында жерге төсегімізді салып, түнімен ашық ауада біріктік. Мен оның үстінде отырып айқайлап оргазм алдым. Туыстарымыз жақын жатқандағы бұл қауіп біздің ләззатымызды 2 есе арттырды. 3-ші баламыз да дүниеге келді. Енді біздің үйде 3 бала, бірақ Ерлан мен біздің арамыздағы от ешқашан сөнбеді. Түннің бір уағында балалар ұйықтаған соң ол маған келіп, сенің алғашқы түнің менікі болды, бүкіл өмірің де менікі дейді. Оқиға аяқталды. Егер шынайы оқиға ұнаса, лайк басыңыз, және тіркеліңіз, қызықты шынайы оқиғалар шығып тұрады.